Қазақ поэзиясында өзіндік стиль қалыптастырып, аз ғана ғұмырында артына өшпес мұра қалдырған ақындардың бірі Төлеген Айбергенов. Ақын Төлеген Айбергенов 1937 жылы 8 наурызда Қарақалпақстанның Қоңырат ауданында дүниеге келген. Оның мамандығы мұғалім болған. Ақын 1959 жылы Ташкент педагогикалық институтын бітірді. О адамдар, біргемін мен сендермен, ықыласыңа еш нәрсені теңгермен. Сендер менің бақытымның бұлағы, сендер менің дарыныма жел берген. Өздеріңмен өмір шыңын бірге астым. Жарты құртты бөліп жедім сырластым. Дүниеге келгенім жоқ шет жүріп, рахатын ойлау үшін бір бастың. Келді март жанға жайлы желестіріп, мерзімін күн мен түннің теңестіріп. Әйел қыз еркіндігін еске салып, дала мен көктем жайлы кеңес құрып. Арманыңды ақтарам ба жүрегімде тербесем, айға сіңлі қарындасың қасиетті жерге сен. Мен өзіңді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем. Сенді қуат, мың есе артық жердің тарту күшінен. Сұлу әлем сұлу сен жаратқан адаммен. Көк жолыңның қарсылығын қағып тастап барам мен. Сенді қуат болар бәлкім, басын иді көк маған. Әркесінен туғанымды есіме алсам тоқтамын. Түп түгел төрт құбыламды түстік етіп, туған жер мен сен салған құс түлетіп. Дүние ай қандай жақсы табаныңа, тұрғаны өз топырағынан ыстық өтіп. Естірген жас жанымнан шабыт желін, пейіліңнен айналайын данықты елім. Сен менің мәпелеген ұстазымсың, танытқан сырын өмір әліппенің. Сен менің алтын ұям жыр бесігім, жанымда шоқ боп жанып тұр есімің. Сүтіңді ақтаймын деп келем өсіп, ері боп бақыт өмір күресінің. Бір тойым болатыны сөзсіз менің, дәл қай күн екенін айта алмаймын, бірақ ешкімді де билетпей қайтармаймын. Онда ортаға тасталар ұран сондай, қайта алмайды қартың да бір әтсің ғой. 25-тің бәрінде сабылдыртам, кемпірлерге құс күнін сағындыртам. Аз ғана ғұмырында халқына шынайы поэзияның шырынынан дәм тартқызып, терең ой мен мөлдір сезімдерді тек өзіне ғана тән табиғи даралықпен шебер бейнеленген дарынды суреткер. Жарық дүниенің 30-ақ жыл сәулесін көрген ақын бізге отты жыр, өлмес өлең қалдырды.